Менің отбасым сабақтастық, құндылықтар және мәні. Мақсаты отбасылық құндылықтарды насихаттау және ұрпақтар сабақтастығын дәріптеу. Қазақстандық қоғамдағы отбасылық тәрбиенің маңыздылығын көрсету. Отбасылық шығармашылықты дамыту арқылы рухани адамгершілік құндылықтарды қорғау. Менің атым Рахмет, мен 10 сыныпта оқимын. Менің отбасым сабақтастық, құндылықтар және мәні. Тақырыбы мен үшін өте жақын. Себебі отбасы тек жақын адамдардың басын біріктіретін орта ғана емес, сонымен бірге тәрбие мен ұлттық құндылықтардың бастауы. Менің отбасым мен үшін ең қымбат адамдар. Отбасымызда анам, 2 әпкем, інім және мен бармыз. Анам бізді әрдайым қолдап, мейірімін төгеді. Әпкелерім ақылшы болып көмектесіп отырады. Ал інім біздің үйдің қуанышы. Біз бірге уақыт өткізгенді жақсы көреміз. Біз бір-бірімізге әрдайым қолдау көрсетеміз. Біздің отбасымыз бақыттың мекені. Біз әрқашан бір-бірімізге көмектесеміз. Ақыл кеңесімізді аямаймыз. Бірге қиындықтарды жеңуге тырысамыз. Анам біздің ең үлкен тірегіміз, сондықтан мен әрдайым оның жанында болып, қолдау көрсетуге тырысамын. 2 әпкем білім алу үшін басқа қалада оқуда. Ал інім екеуміз анамызға барынша көмектесіп, оның жүгі жеңілдеу үшін қолымыздан келгенін жасаймыз. Біз үшін отбасымыздың амандығы мен бірлігінен асқан құндылық жоқ. Бұл фотода мен, үлкен апам, және екінші апам, кіші апам, інім, анам. Әкем мен 3 жасында қайтыс болды. Әкемнің інісі бар, ағам бау-бақша егумен айналысады. Ал мен оған қолғанат болып, қолдан келгенше көмектесемін. Біз отбасымызбен бірге бір-бірімізге сүйеніп, қолдау көрсетіп өмір сүреміз. Баланың ата-анаға көмектесу оның мейірімді, еңбекқор, тәртіпті болып қалыптасуына әсер етеді. Сонымен қатар бұл отбасындағы сүйіспеншілік пен бірлікті нығайтады. Баланың ата-анаға көмектесуі ұлттық құндылық. Мен ойымша баланың ата-анаға көмектесуі біздің ұлттық құндылықтарымыздың бір бөлігі. Қазақ халқының үлкендерді сыйлау, ата-ананың разылығын алу әр баланың міндеті деп есептелінеді. Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келеді деген мақалда осыны меңзейді. Егер әрбір отбасы балаға дұрыс тәрбие берсе, қоғамда тәртіп, өзара түсіністік пен бейбітшілік орнайды. Қазақстанда мемлекетте отбасының институтын нығайтуға үлкен көңіл бөледі. Әлеуметтік қолдау, ұлттық дәстүрлерді дәріптеу, отбасылық құндылықтарды насихаттау ел дамуының басты басымдылықтарының бірі. Отбасы әр адамның өмірдегі ең маңызды орта. Баланың отбасына көмектесуі оның жауапкершілігін арттырып, үлкендерге құрмет көрсетуге, еңбекқорлыққа үйретеді. Отбасында ата-анаға көмектесу арқылы бала еңбекқорлыққа, жауапкершілікке үйренеді. Сонымен қатар бұл үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету дәстүрімен тығыз байланысты. Сондықтан ата-анаға көмектесу жай ғана күнделікті іс емес, ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын тәрбиенің бір бөлігі. Қорытындылай келе, отбасы адам өміріндегі ең маңызды құндылықтардың бірі. Ол тек қандық байланыспен шектелмей, сүйіспеншілікке, өзара құрмет пен қолдауға негізделген. Отбасында қалыптасқан ізгі қасиеттер мен дәстүрлер ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, әр адамның өмір жолында бағдаршам секілді бағыт-бағдар береді. Сондықтан әркім өз жанұясын бағалап, оны биік ұстауға ұмтылуы тиіс. Назарларыңызға рахмет.